Қазына деген дастанымен. Көңілім сенде талпын болсаң да қанша әулие қанша зайыр ажал сол ешкімге де етпес қайыр еңбекті қан болған мені әлді қанша пәниден тасаланды әл қайыр шайқалып шаңырағы кіші жүздің қалыптыр көксіңгіден тармақ айыр тақ өмір тулағанда талқан қылды ергетті мойынына босабайды бірліктің берекесін көп айтатын деген жоқ бет-бетіңе бөлек жайыл атадан бала ширегі туған менен бөлтірік қан төгуге болар қайыр ат өлді бала көмді билік келді игермек кімге абзалы осы шелді шетіру қара кесегі байдың ұлы шайлаған бір көлді бір шөлді жайып жем арқаны өрлеп ырғызы орал ақмешіт қарақым мен айдын арал қызыл құм сырдың бойы шалқарманы қалың ел көші қоны айдалған малай кең жайлап көшке үйренген салығы ауылы сөзген мәрт қонсаң жомарт сүйсең бауыр кен пейлін көлегейлі бекесір кіріп боп қалат астан кестен қарадаудай қызылда төрт шүмекей жетірудың қандауыл қасқыр апан қале ауыр құл мен күң барымтаның базарындай сарт сауал үні күнде шапқыны қылды жауыр Ырғызда офат болғаннан кейін бойдағы Қоқан менен Хиуаның ханы әмін мен сырдың ортасын жаулап шапқыншылыққа ұшыратып атты. Ақмешіттен қан боламын деп Елкей Орынбордың генералы Перовскийден грамота алып келіп еді. Әлімшеменнің халқы 10 жыл жортып орыспенен соғыстық. Сен орыстарға таңып келе жатсың, сенің қан болмағың екіталай деді. Соныменен Елкей елші жіберіп, Арғынбай батырдың ауылында Елкейдің елшісін қабылдап атқан жер еді дейді. Ақбозүй 11 қанат елден бөлегі бастырған хасшыберге сондай зерек жер. Ақбозүй 11 қанаты елден бөлегі бастырған хасшыберге сондай зерек желілер зер ойып өкі тағып қыжымнан ойу басқа үнді деген тайтулақ кіре беріс киік бөстегі батсайы көрпе жастық шәй жібек арысын
шаңырақтың бүтін шапқан аяққа иін бауды қойған гүлдебей түргізіп туырлақты бел арқанға арғынбай төрде жатыр өзін зілдеп кентегі жел тамашаға таңғалғандай сонырқап керегеден соға дүрлебей атан бұт кең жауырыны керік кеуде сом білек сыртқа теуіп сыймай жеңге шіреніп кіндігінен шалқақ жатыр жан жоқта қызыл құмда одан күнге қасабыдырмау тішекпен иыққылығы қапсыра алтын кісе таққан белге қандардан салтанаты кем болмай тұр бұл сегер қайры тиер қалың елге қою мұрт қалың қабақ көлдер жатыр бурадай қаңтардағы шөккен көңген сәлем берер төре кірді өлгесі арғынбайдан өре тұрды пірәлі түс қағысып амандасты қара жел сыйнап қалған қанмен бірдей еріме елме әлді аттан арттан тірек жардай боп төрді арғынбай жата берді әдептен аттап кетті қасқыр жүрегі сейітте иек қағып амандасты қараға ұсынбады ол да білек төргөтті қалдай басып тәкаппарлау теріске сөз басына қойған тиек ағайын айтылатын бізден бұйын жақынның жат болғаны болды қиын 4 жыл бол 4 шөмекей ұмыттың ба жоралды ата баба елдің сыйы басқа елдер малын айдап нажырасын құтылап қарызынан тапсан тиын 4 шемен қан елкейге қарызың көп деп отыр ашуланып бұлар бейме сәтімен сүмбіренің суы қан елкей таратпақшы үлкен жиын тойхана қарағында қанның құмы әр ұру бір айдан соң дейін 4 шемен сойыстығын сендерге салдым ол қылып айдасын түсірлеу сен ау әйсейітте дарғынбай қатаң зілдеп тәуір сөз айрылғанға болар ілгек сенгенің сыйынғаның елкей болса қан болды қайры оны кімге тимек қызылды қызырлап қоқандар жүр ел ішінде ел шауып нәрістеген айға түйреп бұл сегер ел иесі жер иесі айтпай ма қауымына атқа мінгер аттарған шөшемен зілде талай жиын бұл жақта төрелер зіл қалмас күйреп еркек айт малда болмайды жанда болмайды сәлемен сылтандыра айтса сүйдер сөздің да олай болса арғынбай ер болмайды алыс жақын ағызбай тер дидар қайып дәм тұзың таусылмаса асықпа несиеге бұл қара жер айтқаны ілгергінің рас болса деп айтады астында дәл үстінде дел халық теңіз құдайыңның бірақ сол көпіріп айдаған жері тек дарсын тексіл емес қанып түсер шамалы тер астына айналса шел бұранға қаның қызбай тұра алмасын туысқан қойнын ашып деп тұрса керек
шын сөзді жолайлардың жақсысын айт деген жоқ тағауылдың тентегін тый. Ақсүйек әруақтан безен десең жалтарма, ат құйрығын бір жола қия